Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті жастар, құрметті достар. Барлықтарыңызға белгілі 2026 жылдан бастап еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның бастамасымен, мемлекет басшысының бастамасымен арнайы ата заңымызға біршама өзгертулер енгізілетіні айтылған болатын. Және халқымызды, елімізді басқарудағы негізгі жолдың бірі ретінде мен ол өзгертулерді қолдаймын. Және бүгін 2026 жылдың 4 ақпанында елімізде Байтақ Жасылдар партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев мырзаның бастауымен офлайн және онлайн форматта Астана қаласында іс-шара өткен болатын. Дәл осы ата заңымызды талқылау мақсатында. Және ол жерге біраз мәслихат депутаттары, еліміздің зиялы қауым өкілдері қатысып, талқыға салған болатын. Және ол жерде біздің елімізді адамдардың құқығы, экономикалық ел, таза ел туралы көптеген ой пікірлер талқыланды. Және ең бастысы өтініш арқылы көптеген өтініштер келіп түскенін де айтып жатыр. Сондықтан да өзіміздің елімізді, жерімізді, қазақ елін осылай өзгертулер енгізіліп жатқан ата заңымызды қолдап, өзіміздің халықтың әрбір азаматтың пікір білдіруі міндетті, парыз деп ойлаймын. Мен осы еліміздің ата заңын өзгертуін қолдаймын.